Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қырғызстанға ресми сапары аясында Жогорку кеңеш төрағасы Нурланбек Шакиевпен кездесті. Сондай Қазақстан мен Қырғызстан парламенттері арасындағы ынтымақтастық жөніндегі парламентаралық кеңестің екінші отырысына қатысты. Қошанов жиында президенттің бастамасымен жүргізіліп жатқан саяси өзгерістер туралы айтты. Мәжіліс қабылдаған ұлттық қор балаларға, әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғау, құмар ойынға тәуелділік пен есірткі өндірісіне қарсы күрес туралы заңдарға тоқталып маңызын түсіндірді. Кездесу соңында Нурланбек Шакиевке екі жақты қарым-қатынасты нығайтуға және дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін достық ордені табысталды. Ресми сапардың екінші күнінде төрағаның Қырғызстан президенті Садыр Жапаровпен кездесуі жоспарланған. Байланысымыз күн санап нығайып келе жатқаны бізді айрықша қуантады. Оған әрине бірінші кезекте елдеріміздің көшбасшыларының берік достығы мен жүргізіп отырған сындарлы саясаты зор ықпал етуде. Мемлекеттеріміздің басшылары екі жақтың ынтымақтастық басым бағыттарын айқындап, оларды одан әрі ілгері ету бойынша нақты міндеттерді қойды. Сондықтан жоғары деңгейдегі барлық уағдаластықтардың уақытылы орындалуы парламентаралық ынтымақтастық кеңесінің айрықша назарында болуы қажет деп біз ойлаймыз.